Қайырлы күн, достар. Бүгін өте пайдалы клюквадан морс дайындаймыз. Кастрюльге 1 литр су құйып, отқа қоямыз. Клюкваны блендермен еземіз. Езілген массаны ситодан өткіземіз. Жымықты лақтырмаймыз. Бөлек ыдысқа салып қоямыз. Қайнаған суға қант пен жымықты салып, тағы 5 минут қайнатамыз. Әбден суыған морсты сүзіп графинге құямыз. Бұндай морсты ысылай күйінде ішуге болады. Рецепті ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылыңыз.